Sələmətlər oxuşlar. Bugünkü sahəmizdə biz şartdao nemесе conditional statements'te жалғастырамыз. Biz бұл рет if else'ın arasına elif'ti qosamız. Ya biz savamızı basayıq. Ең біріншісі мен алдыңғы сабақтан алып келген if syntax дегенімді немесе conditional syntax дегенімді мына жерге алып келдім. Соның үстіне мен жалғастырып кетемін. Себебі elif if пен else'дің арасында қолданылатын бір функция немесе шарттың бір бөлімі деп айтсам болады. If дегеніміз егер деген едік, есіңізде болса. Else дегеніміз егерден басқа, яғни мына шарттан басқа уақыттарда қалай жұмыс жасайды. Бұл деген қай жолды таңдайды, соған байланысты. Ал elif дегеніміз не? Elif дегеніміз оқушылар else менен if'ті қосқан. Яғни бір ойлап көрсең, жаңа бір сөз шығарған сияқты болған. Elif if пен else'ның арасындағы шарттарды қою үшін біз elif қолданамыз. Мысалы, бізде екінің көп шарт болған кезінде біз тек қана if деп кетпейміз. Немесе if else, онан кейін тағы else болып кетпейді. Ол кезде біздің кодымыз бір жерде болмаса, бір жерде қате болады. Вообще-то синтакстың өзі себебі қате. Біз сол синтакс дұрыс жұмыс жасату үшін біз деген бірнеше деген шартымыз болған кезде біз elif қолданамыз. Elif condition қосты, ondan кейін төменде statements. Және codes. Бұл elif if бір рет болуы мүмкін. Енді деген if else синтаксында if бір рет болады, бірақ сіз деген өз кодыңыз ішінде бірнеше рет if қолдана аласыңыз. Бірақ бір if elif else пакетінде бірақ рет if қолдана аласыңыз. Бірақ рет else қолдана аласыңыз. Бірақ сіз elif'ті бірден көп рет қолдануға мүмкіндігіңіз болады. Мысалы, біз деген алдыңғы сабақта қандай сұрақ шешкен едік? Бізге бір сан берілген кезінде, бізге бір сан берілсе, a тең int input, ондан кейін не деген едік? If a нолдан үлкен болса, онда print positive деген едік. Дұрыс емес пе? Else ne деген едік? Print negatif деген едік. Negatif деген едік. Енді оқушылар, бұл жерде математический бір қате бар. Мен ол сабақта сізге өзім біліп айтпадым. Бірақ бұл жерде математический бір қате бар. Қандай қате? Біз деген ол сабақта не берген едік? Ең біріншісі 25 берген едік. Позитив деп шықты. Тағы жасатып, минус 52 берген кезімізде бізге негатив деп шықты. Бірақ біз деген 0 берсек, бізге негатив деп шығып тұр. Бірақ математикада білесіңіз, 0 позитив сандарға да тиісті емес, негатив сандарға да тиісті емес. 0 точный бір градиция. Соның үшін біз деген 0-ды деген айыруымыз керек. Біз a 0-дан үлкен, a 0-ға тең, ондан кейін бұнан қалған, яғни a 0-дан кіші дегендей бір код жазуымыз керек болады. Онда, мысалы, elif a 0-ға тең болған кезінде не деп жазамыз? Print 0 деп жазамыз. Яғни бұл 0-ға тең. 0-ға тең екендігін көрсетеміз. Біз деген даже мен деген өзім деген бұндай бір деген код жазатын болсам, тағы бір деген elif қосамын. Неге elif қосамын? Мысалы мынандай деп жазамын. Elif біздің деген үшінші кондишнымыз бар себебі a 0-дан кіші болса, a 0-дан кіші болған кезінде бізге деген бірақ print негатив деп беру керек. Ал else болған кезінде не деймін? Input is not correct. Яғни біздің деген енгізілген басқа бір нәрсе деп беремін. Неге? Себебі деген қолданушы әртүрлі нәрсе енгізуі мүмкін. Біз оған деген бір лимит қойған жоқпыз. Мына жерде көрсеткен жоқпыз. Бізге көрсетілетін не? Тек қана деген сандарды енгізу. Мысалы, қолданушы деген 100 енгізуі мүмкін. 100 енгізген кезінде позитив деп шығады. Немесе қолданушы деген минус 89 енгізуі мүмкін, ол кезде негатив деп шығады. Неге? Бізде деген позитивтен бастайды, ондан кейін a 0-ға тең деп оқиды, a 0-ға да тең емес, ондан кейін a 0-дан кіші ме? Иә. Кіші болса бізге негатив деп жазыр деп негатив деп жазыр. Немесе
Қолданушы мысалы дым оқу жазуды білмейтін шығар, немесе сіздің кодыңыз көрмеген шығар. Просто деген мысалы компьютер деп жазады. Компьютер деп жазған кезінде бұл рет бізге деген қатені ненің жалпы өзі берді. Компьютердің жалпы өзі берді. Ал төмендегі қай уақытта болуы мүмкін? Мысалы сан енгізіп, бірақ дұрыс болмаған кезінде болуы мүмкін. Мен жалпы осындай бір код жазамын, қате болған кезінде. Соның үшін біз деген if, elif, else қолданған кезімізде if пен else'ті бір рет қолдануға мүмкіндігіміз бар, ал elif'ті болса бірнеше рет қолдана аламыз. Бұны қандай жағдайларда қолдансақ болады? Мысалы, оқушылар біз деген баға қоятын кезімізде. Мысалы, оқушылар біз қалай бағалаймыз? Оқушының ұпайы 100 бен 85 аралығында болған кезде 5, 85-65 аралығы 4, 65-40 аралығы 3, 40-тан төмен болса 2 деп береміз. Я сол кодты жазу үшін біз деген кодымыз жазуға бастайық. Кодты жазуға бастаған кезімізде ең бірінші мән беретін затымыз біздің үлкеннен кішіге, немесе кішіден үлкенге қарай жылжуымыз керек екендігі, бір очерт болу керек. Болмаса бұл очерт болмаған кезде кодымыз шатасып кетеді. Біз соның үшін 100 бен 85 аралығынан бастаймыз. If'ті жазбастан әлді сан қабылдаймыз. Py дик болған. Py тең int input'ты деген кіші әріппен жазамыз. Егер біздің ұпайымыз if py үлкен 85 болса, онда не болады? Print бағасы 5 болады. Бағасы 5. Егер біздің ұпайымыз 65-тен жоғары болса, не болады? 65-тен жоғары болса, онда деген біздің бағамыз 4 болады. Ал мысалы, біздің бағамыз 40-тан жоғары болса, 40-тан жоғары болған кезде, онда біздің бағамыз не болады? 3 болады. 3. Ал қалған жағдайларда болса, else тик болған, біздің ұпайымыз, біздің бағамыз, берген бағасы 2 болады. Енді бұл жерде мен сізге үлкеннен кішіге, немесе кішіден үлкенге бастауды деген түсіндіріп өттім. Бұның неге маңызды екендігін қазір көрсетемін. Бұл дұрыс код жалпы. Енді толық дұрыс емес, бірақ дұрыс код. Енді жасатып көрейік. Мысалы, мен деген 97 берген кезімде бағасы 5 деп шықты. Немесе мен 62 берген кезімде бағасы 3 деп шықты. Ал біз мысалы мына екеуінің орнын алмастырып жіберген кезімізде, мысалы бағасы 65-тен жоғары болса 4 қой. Мына жерге 65, бағасы 4 десек, төменге де 85, бағасы 5 десек. Яғни мына екі шарттың орнын алмастырып жіберсек. Бірақ деген былайынша қарап көрсеңіз, 65-тен жоғары болса 4 болу керек. Дұрыс емес пе? Бірақ бұндай емес, бұл кезде деген сіз компьютер шатастырып жібересіңіз. Мысалы, сіз бағасына 100 дейсіңіз. Бірақ ол бағасы 4 деп шығарып береді. Бұның себебі компьютер жоғарыдан төменге қарай оқуға бастайды ve бірінші шарт дұрыс болған үшін төмендегі шарттардың біреуінде деген қарамай кетеді. Соның үшін сіз деген үлкеннен кішіге немесе кішіден үлкенге өз шарттарыңызды қоюыңыз керек болады. Жалпы бұл код менің ойымша толық емес. Толық код қалай болады? Толық код сіздің ашық жол қоймаған жеріңізде, яғни сонда сол толық код болады. Қандай? Біздің ұпайымыз максимум 100 бола алады. Онда біз мынандай жазамыз. Ұпайымыз 100-ден кіші немесе 100-ге тең. 85-тен үлкен. Бағасы 5. Ал ұпайымыз екіншісінде болса не болу керек? 85-тен кіші немесе тең болу керек. 85-тен кіші немесе тең. Немесе 65-тен үлкен болу керек. Онда бағасы не болады? 4 болады. Ал мына жағдайда болса 65-тен кіші немесе тең, бағасы 3 болады. Бұл жерде де else белгілемейміз. Неге? Бізге минус санда беруі мүмкін. Минус сан берген кезде біз оны қабылдай алмаймыз. Немесе 100-ден үлкен сан беруі мүмкін. Ол жерде қабылдай алмаймыз. Онда мына жерге тағы бір elif қосуымыз керек болады. Elif біздің a'мыз 40-тан
кіші немесе 40-қа тең және 0 немесе 0-ға тең болу керек. 0-дан үлкен немесе 0-ға тең болу керек. Бұл шартта біздің беретін бағамыз не болары? Print көргеніңіздей бағасы 2. Ал басқа жағдайларда не деп жазамыз? Print енгізілген ұпай қате деп жазамыз. Енгізілген ұпай қате. Бұл кодты енді толық бір көріп алыңыздар. Біз деген ұпайды деген қолданушы енгізеді. Ол деген 100 пен 85 аралығында 5, 65-85 аралығы 4. Мына жерде қате жазып кетіппін. 40 пен 65 аралығында 3, 0 мен 40 аралығында 2, қалған уақыттарда болса енгізілген ұпай қате деп жазады. Енді болса жасатып көрейік. Ең бірінші 56 берген кезінде төменге жазуым керек. 56 берген кезінде көргеніңіздей бізге бағасы 3 деп шығып тұр. Ал мен мысалы 150 берген кезінде болса, бұл дұрыс ұпай емес, 100-ден аспау керек ұпайдың. Ал ол кезде болса, бұл дұрыс емес деп шығарып беріп тұр. Яғни 150 болмау керек қалған уақыттарда. Мына жерде ұпай демей А деп кетіппін. Ұпайды дұрыстайық. Енді жазайық 150 деп. 150 жазған кезінде енгізілген ұпай қате. Ең соңғы 5 пен аяқтайық. 99 болсын. 99 деп енгізген кезімізде бағасы 5 болады. Осындай деген кодтарды өзіңіз жазып, және деген ойлап, тырысып деген жақсы код жазуға тырысыңыз. Мына жерлерін тағы бір рет ойлап көріңіз. Түсінбеген нәрсеңіз болса, оқушылар төменге жазып қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.